Қорғауындағы сотталушы Шонабай Гүлшенов Таубайқызының айыптау қорытындысында сот отырысына шақырылуға жататын 24 куәнің тізімі берілген. 27 қарашадан бүгінге дейін солардың ішінен 6 куә сот мәжілісінде сұралды. Онымен қоса менің өтінімім бойынша 4 азаматтан куә ретінде жауап алынды. Осы сұралған 10 куәнің бірде-бірі Шонабайдың Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіндегі 164 баптың 2 бөліміндегі қылмыс белгісін жасағанын бекітпеді. Оның қарама-қарсы Шонабайдың кінәсі жоқ екенін дәлелдеп жауап берді. Сіздің өткізілген қылмысты істегі материалдармен танысқанында тергеуші Артықбаев Шонабайды қасақана айыптау мақсатында қызмет бабын пайдаланып қызметтік жалғандық жасаған. Бұл мұны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 314 бабында көрсетілген. Айыптау қорытындыдағы көрсетілген куәлердің көпшілігінің жауаптарын компьютердің базасында сақталған бір куәнің жауабын қалған куәлердің жауабы есебінде көшіре салғандығы белгілі болып тұр. Ал енді компьютердің тілімен айтқанда сканировать еткен болмаса жаңағы көшірме жасаған. Атап айтқанда куәлер Аянбек Жансерік, Шыныбекі Динаргүл, Тұрғанбекова, Дәлебаева Керімқыз Шәкірқызының жауаптары бірінен-бірі айна-қатесіз көшіріліп жазылған. Сол сияқты куәлер Нұрашев, Нұрмағамбет, Манапов, Айдулла, Беремов, Архипжанның жауаптары да бірінен-біріне көшірілгендігі бекітілді. Жоғарыда көрсетілгенге байланысты сот куәлерден жауап алмайды. Жауаптарын көшіріп, олардың қолдарын сыртынан қоя салды ма деген күдікті сейілту үшін айыптау қорытындыдағы қалған 18 куәні сотқа шақырып жауап алуды сұраймын. Қалған куәлерді сотқа шақырып сұрамаған жағдайда тергеуде сұралды деген 18 куәнің жауабын Қазақстан Республикасы қылмыстық істер жүргізу кодексінің 116 бабының 4 бөлімінің тәртібіне сәйкес дәлелдеме болуға күші жоқ деп және айыптаудың негізіне жатпайды деп соттың арнайы қаулысын шығарып өтінемін. Соны айтсаң, сол шақырсақ соттың қаулысымен. 18 күндері шақырылуға келіп ол уақыт созылып кетеді. Сондықтан қайсы куәңіз болса, соны айтып берсеңіз, қайыңызды жазып берсеңіз, соны алдырсақ. Мен бұл іске 23 қарашада ғана қатынастым. Тергеу аяқталатын күні сол кезде жоғарыдан звондап жатты тергеушіге. Қашан бітіресің бе, қашан бітіресің? Сіздің айтып тұрған сол уақытта кетіп бара жатыр деген. Уақытта кетіп бара жатыр деп біреудің тағдырын шешуге болмайды олай. Керек болса бір жыл қарайды, керек болса бір ай қарайды. Сондықтан айтайын дегенім, оны жазып отырған мен емес, тергеуші жазып отыр. Прокурор оны бекітемін деп қол қойып отыр. Соның ішінде 24 куәні айыптаушы куәлер деп жазып отыр. Не қорғаушы деп, айыптаушы деп жазып отыр. Ең соңында келгенде айыптау қорытындысында жаңағы қорғаушылар туралы куә берілген жоқ деп жазды. Сондықтан біз барлығын. Мен ненің ішінде жаздым, талап білемін ішінде. 3 куәнің бірінен бір қате айнымайды. Запятойна, точкасына дейін фамилияларын жазып қойған, оны сіз таныспаған болуыңыз керек. Егер таныссаңыз сізде. Кешіріңіз, менің жұмысымда сіз өйтіп таныспаған. Жоқ, егер таныссаңыз сіз айтар едіңіз. Ол қолмен жазған, ішінде жауабын оқысаңыз, көп куәлер өзінің жауаптарын қолмен жазып берген. Мен компьютердің басында айтып тұрмын ғой. Жоқ, компьютер 18 күндері сосын ол. Иә, солай. Жолдас адвокат айтып отырсыз.
бәрі айыптаушы куә. Қазір сұраған осы күнге дейін сұрағанның бәрі қорғап отыр ғой сотталушы. Енді қорғап отырған адамдар да қорғайды. Онда сізді дұрыс таныспаңыз ғой. Жоқ, мен танысып отырмын. Сұраған куәні бәрі қорғап отыр ғой, айыптап отыр. Мен соны сіз айтып отырсыз, сіздің бойынша бәрі айыптау куә деп отырсыз. Жоқ, мен енді өзіңіз куәнің специфін сізден оқымайсыз ба? Сонда айыптаушы куә деп жазылыпты. Қай жерде жазылыпты? Мен қазір сізге көрсеткен. Жазған көп айтып, қолмен жазған өздері. Жоқ, қолмен жазылған емес, сіз дұрыстап оқыңыз. Міне. Сіз дұрыстап оқымайсыз. Бәрі қорғады ғой осы. Міне, қорғағанда енді сол дұрыс қой енді. Міне, 24 куә. Міне, қорғаушы тізімі берілмеді дейді. Қорғайды. Жоқ, мына жерде айыптаушы куәлер деп енді куәлер деп тұр ғой. Жоқ, айыптаушы куә деп қай жерде жазылды? Енді мынаның бәрі солай деп айтады. Қалай деп айтады? Қате. Қорғап тұр ғой бәрі. Бұл қорғап тұрған алпауақ қой. Енді бұлар ішінде бар ғой олар. Жоқ, бар болғанда солар айыптаушы куәлер деп. Жоқ, сіз кешіріңіз енді. Жоқ, мен енді шақырмайын деп тұрған шақырамыз. Бірақ та сіз өз ретімен айтсаңыз сөз. Шақырсаңыз болды, мен сол шақыртып сұрастырым. Сіз елді шатастырып тұрсыз. Шатастырып, мен ешқандай шатастырмаймын. Мен өзі заңмен жүретін адам. Заңмен жүрсеңіз жоқ, куә. Осы мен сізге айтып отырған дейін сұраған куәні бәрі қорғап отырған нәрсе. Осыны мен айтып отырған себебім айыптап отыр деп отыр. Осыны мен айтып отырған себебім сот или үкім шығарады, или қаулы шығарады. Бірақ апелляционный жалобы берген кезде ол қаласы бұзып кетуі мүмкін. Менде осындай бір іс болған. Осындай көшіріп жатқан куәлердің сөзінен сканировать етті деп бұзып жіберген үкімді. Сондай болмасын, қайта жүрмейік деп мен сізге талаптылық беріп тұрмын. Сіз енді талаптылықтен де бірінші куәларды ертіп келдіңіз де, бәрін сұрап бітейік, зерттеп олар. Соны кейін айтпайсыз ба? Кешіріңіздер, мыналарды да шақырып сұраңыздар деп. Сіз әлі адамдар тұрғызып қойдыңыздар, бәріңізді еліктіріп отырсыз. Жоқ, енді ол дұрыс қой. Екі куәні тұр күтіп, енді соларды сұрап алайық. Ол негізгі куә емес, бұл қосымша куә. Енді оны да сұрауымыз. Бұл ана тізімнің ішінде жоқ. Мыналарды сұрап болайық. Сұрайық. Ал одан кейін сіз айтасыз, давай кейінгі жолы. Мен не айтатынымды қайдан білесіз? Жоқ, өткен жолы мен анау начальник полицияны шақырды деп сіз айтыңыз. Келесі соттың отырысында қараймыз оны дедім. Мына куәлердің бәріне біз повестка жібердік. Енді олар заңды сыйламай келмей жатса, сіз мен сөйлесеңіз. Сыйламаса онда милиция арқылы жаңағыдай міндетті түрде келтіреміз. Келмей жатса соңғы көреміз тағы. Міне терпекші отыр, жәбірленуші алып келсін, прокурор алып келсін, айыптайтын. Енді бәрі сұрап біткеннен кейін сондай пікір айтпайсыз, құр босқа уақытты созып алсыз. Уақыт емес, менің алдына да беріп отыр. Өкілі. Өкілі. Мына енді келген адамдар сұрайық, басқа документтері бар, бәрі зерттейік. Соны кейін айтыңыз, мен осындай өтінішім бар. Ал енді кешіресіз тағы да, мына прокурор ханымның айтуына байланысты, мен мына жәбірленушінің өкіліне де қарсылық білдірейін. Өйткені сенім хат дұрыс жазылмаған. Сіз оқып көрдіңіз. Оған қол қойған адам аудан әкімі аппаратының басшысы. Жетекшісі, басшысы деп көрдіңіз. Ал ол не имеет права. Ол қол қойылмайды оған. Оған тек қана әкімнің өзі қол қою керек. Сондықтан біз бағанадан бері... Алдын-ала тергеу кезінде тергеушінің қаулысымен жәбірленуші өкілді танылған. Иә? Сотта ешқандай негіз жоқ, оның қаулысы. Тоқтаңыз. Енді бірінші бір өтінішіңізді не қылып айтты, прокурор пікірін айтсын. Жоқ, айтыңыз. 18-дің бәрін жаңағы іріктеп алайық. Қайсының қолмен жазылғандар бар, өзімізді оларды шақырмай қойып. Компьютер айтып отыр, мына кісі ксерокопиялық дейсіз жаңағы. Онда шешімге келген куәларды сұрайық. Басқа дәлелдемелерді зерттейік, соны кейін басқа куәларды шақыртамыз. Міндетті түрде келтіреміз. Басқа қандай өтініш бар? Басқа жоқ, мына айтпадыңыз, удостоверение мен келген жердің документтің нөмірі бәрін жазу. айтып қоямыз, бәрі көп.
Siz cevap veririz deseniz onda sıkıntımız. Katı olmayız. Cevap veririz. Удостоверениңіз var mı? Нас бойынша сіз қосымша куә ретінде адвокат мүдірішіне шақырып отырмыз. Адресіңіз бар? 33, 33. Сіз ескертеміз Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 352